Сәлеметсіздер ме балалар? Хал жағдайларыңыз қалай? Бүгін бізде әліппе, бірінші сынып, 7-ші сабақ. Тақырыбымыз буын, төрт түлігім, байлығым. Жалпы балалар, алдыңғы сабақта буын дегеніміз не деген тақырыпқа біз тоқталған болатынбыз. Буын дегеніміз сөз құрамындағы бір немесе бірнеше дыбыстардың тобынан жасалған фонетикалық бөлшек. Жалпы балалар буын 3 түрге бөлінеді. Олар ашық, тұйық, бітеу буын деген. Бірінші ашық буынды сөзге мысал келтірейік. Әке, ата, ана, нағашы, бөле. Тұйық буынды сөздер: ас, ұл, от, ұлт, ант. Үшінші бітеу буын. Мысалдарымыз: нан, көз, бал, мектеп. Енді балалар, суретте не көрсетілген? Ең бірінші суретте бота, яғни екі буын. Екінші суретте құлын, екі буын сөз. Үшінші бозау. Бозау дегенімізде екі буыннан құралған. Төртінші қозы, екі буыннан. Жалпы балалар, барлығы дерлік суретте көрсетілген екі буыннан құралған сөздер. Ең бірінші суреттегі бота, ол түйенің төлі, ал құлын жылқының төлі, бозау бұл сиырдың төлі, қозы қойдың төлі. Жалпы балалар, төл дегеніміз ол төрт түлік малдың балалары. Төрт түлік малдың балаларын біз төл деп атаймыз. Сонымен балалар, бірінші суретте бота, яғни түйенің төлі. Екінші суретте құлын, жылқының төлі. Кейде құлыншақ деп те айтамыз. Үшінші суретте бозау. Бозау екі буын сөз, сиырдың төлі. Қозы. Ал енді балалар, соңғы тақырыбымыз суретте не көрсетілген? Түйе. Түйе. Екі буынды ешкі. Ешкі деген сөзде екі буыннан құралған. Көрсетілген торы көзде екі буынды сөзді жазамыз балалар. Екінші жағындағы суретте үш тор көз көрсетілген, яғни бұл жағында үш буынды сөздер. Бірінші суретте ірімшік, үш буын. Алаша, бұл да үш буынды. Балалар, бүгінгі тақырып сіздерге толықтай түсінікті деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңыздар балалар.